Assalamu алейкум достар. Біз бүгін кешкі асқа өте дәмді, жеңіл, сонымен қатар тойымды тағам дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен қамыр үшін бізге жылы суымызға ашытқы мен қантты қосып араластырып, ұнымызға барлығын бірден құйып, қамыр илейтін боламыз. Біз тұз қоспаймыз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Жақсылап иілеп, кейін 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа тындырып қоямыз, бетін жауып. Қамырымыз кішкене көтерілуі қажет. Қамырымыз тынғанша біз құймасын, подливасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет пен пияз қажет болады. Етті солонка қылып, ұзынша етіп тураймыз. Барлығын кішкене май болса, етімізде жақсы болады. Кейін пиязымызды да ұсақтап тураймыз. Қызыл бұрыш, соевый соус, уксус, бал барлығын дайындап қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін 2-ге бөліп, тағы бірнеше минут тындырамыз. Кейін ұнды қоса отырып жаямыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Бауырсаққа жайған сияқты жайып шығып, кейін кружка немесе басқа дөңгелекпен бастырып, осылай бауырсақ сияқты жасап аламыз пішіндерді. Кейін табамызды мантоварканы майлап, нандарымызды 20 минут пісіріп аламыз қамырын. Пісіріп алғаннан кейін табамызға біраз май құямыз. Тым аз немесе тым көп болмау керек. Кейін алдымен етімізді салып, қуырып бастаймыз. От өте жоғары болған дұрыс. Кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Салғаннан кейін 15 минуттай пияз бен етті қатты отта қуырамыз. Кейін қызыл ашты бұрыш, қызыл тәтті бұрыш, қара бұрыш, тұз барлығын салып, паприка дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін қасықтың ұшымен бал қосып жібереміз. Етіміз дәмдірек болады, жұмсақ болады. Кейін соевый соустан 2 ас қасық құйып, тағы қуырамыз. 15 минуттай қуырылды. Біз 1 шай қасық уксус құямыз. 1-2 шай қасық құюға болады. Кейін қақпағын жауып, 15 минут аз баяу отта бұқтырамыз. Етіміз пісу керек. Сонда жарты сағат немесе 35 минутта біздің подливамыз дайын болады. Өте жұмсақ болады, вилкамен тексеріп аламыз. Біздің кешкі асымыз дайын болды. Қамыр мен ет өте дәмді болып үйлеседі, және де өте тойымды. Бұл тағамда біз ашты перец қостық. Сондықтан да өте дәмді болып шықты. Бұны жеп көрмей дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Тағам ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар.